2-3 наурыз аралығында республика аумағында көктем 2023 республикалық штабтық оқу-жаттығу өткізілуде. Түркістан облысы төтенше жағдайлар департаментінің дағдарыс жағдайларында басқару орталығында облыстық штаб жұмыс жүргізуде. Бұл жерде тікелей түсіп жатқан, келіп жатқан әртүрлі су тасу жағдайлары бойынша шартты түрде теориялық тұрғыда іс-шараларды ұйымдастырып жүргізіп жатырмыз. Сонымен қатар биылғы осы оқу-жаттығуды өткізудің тағы бір ерекшелігі бұл әдеттегідей күш пен құралдарды барлықтарын сапқа тұрғызып, олардың дайындықтарын тексеріп, көрсетілімдер өткізілуші еді. Алайда биыл біз негізінен тікелей осы оқу-жаттығу аясында бүгін 2 наурыз күні облыс аумағында 500 метр каналдардың табандары тазаланды. Сонымен қатар 1,5 шақырым арық атыздар тазаланып, 400 метр қашықтыққа каналдар да қазылды. 150 арық, 20 канал, 13 су өткізу құрылыстары да қоқыстардан тазартып, көктемгі су келген жағдайда қауіпсіз өткізуді мүмкіндік беретін жолдарын ашып қойдық. Енді осы аталған іс-шараларға облыс аумағында 75 бірлік техника, 554 адам жұмылдырылып отыр. Бұл оқу-жаттығу ары қарай жалғасатын болады. Бұл жерде негізінен қандай да бір орын алуы мүмкін көктемгі су тасқынына жағдайына байланысты төтенше жағдайларға қалай әрекет ету мәселелері, сонымен қатар қолдағы бар жоспарлардың барлықтарына түзетулер енгізіліп, зерделеніп шығатын болады.